Құлап қалды. Тісің түсіп қалды ма екен? Ё-моё. Енді бұл Тамикош официально кетік. Осындай жаста тіс түспей ма өзі? Я, как раз бірінші сыныпқа барған кезде түседі. Тами, не істеймін сен бұл тісіңді? Жастыққа қойып фея келіп, мен айфонды білеймін. Ой! Фея, тісі түскен адам айфон бермейді, ақша береді ғой. Ақша берсін, да, я? Ақша береді. Тісің арзан жасасын. Ей, Тами, сенде iPhone 14 Pro Max бар, если что. Сенде саған iPhone не қыласың, ақша берсін, да, я? Фея ақша береді. Ойла, еще қыстың күні мороженое жейтін қыз ғой. Сен ше ұйықтап жатқан кезде ол фея келіп жастықтың астына қояды. Білесің ба? Қашан ұйықтайсың сен? Сол, достар, короче, Тамикоштың бір тісі түсіп қалды. Негізі осындай 6, 7, 8 жасында түсе ма, жаңа? Я, примерно сол уақыттарда түседі ғой. Сосын не жеп отқан білмей қалдым ғой. Сосын көріп қалдым да, сосын Тіс бекен? Тісі ше, тісі андай сөйлеген кезде деп сөйлеп отыр ма? Яке сөйлеш? Жоқ, сөйлеш, нормально сөйлеш. Мама, папа деш? Мама, папа. Жоқ, нормально сөйлеп отыр, что-то. Қалайсыздар деш? Қалайсыздар? Көрмеген? Басыншы қалайсыздар деш? Қалайсыздар? Болды енді, ұқтағаныңды күтейік, фея келеді. Достар, Тами көрсін. Ей, бар, ұйықтай бер, Ұйықтай бер қазір. Тұрып қалмасын. Достар, Тами көше сондай зубная фея келеді деп жүр ғой ше. Сөйте саламыз да. Негізі зубная фея жастықтың астына ақша салып қоямыз да. Сөйтіп айта саламыз да. Негізі зубная фея анау деген нәрсе жоқ қой, просто Тами сеніп жүр да. Давай сөйте саламыз. На тісіңді апарамыз да, жастықтың астына қоямыз да. Жоқ, бұны наоборот Тами көш қою керек қой. Сосын біз орнына ақша салуымыз керек. Бірақ ол ұйықтау керек қой, күтеміз ұйықтаған. Бірақ қараң болды. Я, болды, ұйықтайды уже қазір. Ұйықтайды уже, көрейік. Тами! Оны берсейсен қойсын. Тами көш! Ойбай. Не қалды? Тами ұйықтауы бастап кетті. Қой, уже әдей феяны күтіп, әдей ұйықтау. Тами! Өтірікші! Фея тескесінде. Сен әлі жастығың астына қоймадың ғой, Мына үстіп қой түсінде. Сығып қоямыз да. Сосын сен ұйықта. Сосын сен ұйықтайсың. Әдей ерке ұйықтап атсын, фея келсін деп ақша сосын да. Мына достар, бұның ше өзінде 14 Pro Max телефоны бар, если что, iPhone. iPhone не қыласың, iPhone бар ғой өзінде. Саған просто ақша берсін, е? Фейлар ақша берсін. Болды, ұйықта, көрейік. Болды, ұйықтай ғой. Жаш, сенің тістерің бәрі нормально ма? Екі мороженое ұстап алған, Бір не тісім қылдатқан. Екі мороженое ұстап алған, не болды? Мен Жасминге беріп қойдым ғой. Нені? Просто ұйықтауға. Болды, ұйықта. Міне, одеял жалынып ұйықтадым. Свет жақып қояйық. Жанып тұр екен ғой. Ұйықтасын. Фея. Болды, ұйықтаңдар. Короче, бір сағаттан кейін керек та. Бір жарты сағаттан кейін жақсылап ұйықтасын да. Иә. Әйтпесе біліп қояды. Я, ұйықта. Ойла мынау мороженое жеп. Біздің бала-шаға достар қысы жаз мороженое жей береді, тамақтар ауырмайды себебі. Қасында қалай жоқ? Кішкентай кезінен туылғаннан бастап жей береді ол бала. Нан жейді екен досың ба? Сол кезде тамақтары ауырмайды. Иә, Тами уже қазір феяны. Жай жүр, шығайық, жүріңдер. Феяны күтіп Тами көш ұйықтай берсін, феяны күтіп. Феяны күтсін. Фея қанша теңге тастап кетеді екен? Қанша теңге тастайды екен? Фея дейді ғой. Жүр. A few moments later. Жан, жарты сағатта өтті уже қатты ұйықтап қалған сияқты қарсы. Я, біраз өтті, Иә. Жасминдер де, Тамиристер де, Тами, Жасмин де Арыстанда кетіп қалды ғой. Еп, 5000 теңге нормально ғой, я. 5000 теңге ма екен? Я, болады ғой. Қойсай. Сабаққа 2-3 күнге жарады ғой. Ей, жүр, жай барып қойық. Жастығын астына қоя ма өзі? Я, ана, жастығына. Несін алады бірінші. Жаңағы тісіңе. Алып кетсей. Алдың ба? Өзі тұрады да, сосын барып кейін қалады. Кет. Түркетпесін. Енді оны қалай түсіріп аламыз? Оны қалай түсіріп аламыз, сосын барып тұрған. Ойбай, тұрма. Тұрма? Қарап тұрсай. Тұрып кетіп тұр, сен жастық көтеріп Болды. Содан, Томи, тұрдың ба, ұйқыдан? Фея қойып кеткен ба ақша? Вау, фея ақша қойып кетіп ба? Не істейсің ол 5000-ді? 5000 теңге жаратам. Сабақта не аласың? Не аласың, теңге? Сырный самса. Сырный самса жақсы көреді, сол сырный самса деймін дейді. Кән тісін көрсетші. Күшті болды ғой, әлі көп тістер түсейін деп тұр ғой, я. Тами, сенің ойынша фея сенің тісіңді алып кетіп, ақша тасып ұшып кетем ме сонда? Сондай ма? Сөйтіп ойлайсың ба? Сен ойлап тұрсың ба, не адам?
Достар, сіздерде де сондай бола ма? Тістеріңіз түсіп қалса, жасқаса қойсаңыздар, фея ақша қойып кете ма? Комментке жазып кетіңіздер. Біздің кезімізде, менің кезімде мысалы болмаған ондай. Менің кезімде де болмаған. Мен кішкентай кезімізде бізде ондай понятие жоқ болды, біздің кезімізде болмады. Қорқақтан көріп біліп алған ондай нәрсені, кинолардан көрген шығар, кинолардан. Сонда енді рахат қой ондай болса, каждый раз тісіңді түсіріп қоя бересің. 10 тіс қоясың. 10 тіс қой. 10 тіс қойып кетеді. 10 тіс қой, бірақ Жасминге біз қойдық ондай. Біз қойған жоқпыз, Ерлан. Жасмин. Фея ғой ол, фея. Иә. Жасмин ондай қойды ма тісін, жастықтан сына? Білмеймін, есімде жоқ. Ол кезде феялар ұқтап. Настроениең жоқ, тісің ауырып жатыр ма түскен жері? Кішкене ауырады ғой енді. Енді тамақ жесең ше, сол жерге тамақ кіреді. Әдемі болып өседі ғой. Бірақ ше ол тістің орнына дәу әдемі тіс өседі, білесің ба? Күшті, мықты, сүйек мүжілді. Аппақ, әдемі тіс не істейді ғой, жаңағыдай өседі ғой. Сүйек мүжетін тіс өседі ғой халі. Түсінің ба, Тами? Болды, ризасың ба феяға? Иә. Болды, Наса. Мектебіңе сумкаңа сақ қой жүр. Айфон не істеймін деймін, айфон сұрайын деймін. Жүр, сумкаңа сақ қой жүр. Жаш тан. Мектепке апарасың екен, сумканы қай жеріне саласың, көрсетші өзі, ақшаңды. Қай жеріне салады сумкасын? Кәл сумкаң. Ойбай, аяқты не болды, шашылып отыр, ол шықыр. Ойбай, ол сумка емес қой. Жоқ, пеналға. Пеналға саласың ба ақшаны? Нау сен сумкаң? Анау ма? Анаусы ғой. Единарек. Қалай саласың? Ол жерден ұрлап кетеді ғой. Жаңғары, мынандай жерге салады екен. Бұндай жерге сушняк салады ғой, ақша салмайды. Өзінің ақша салатын несі бар тұғын ғой. Ішін ашшы, ішінде болу керек, ашшы ішін. Ай, міне мынандай су саласың, су. Ондай жерге ақша салсаң ұрлап кетеді. Либо түсіп қалады. Бірінші осыған сал куромиға. Сосын замогын жап. Сосын аны аш. Сосын барып сал и замогын жап. Енді мектепке апарып столовыйдан чипсы, пицца, самса сондай бар аласың. Саусақ кеп кетеді ғой. Достар, сіздерде тістеріңіз түсіндер ма? Сый жесең, жегізбейді ғой. Енді шемішке шағамайсың сен. Затымайын жесең. Достар, короче, біздің бүгінгі видеомыз осындай болды. Сіздерге бір кішігірім Томирисдің тісі түскен, осындай көрсеткіміз келді. Сіздерде де түсіп отқан шығар. Томиристе енді бір тіс жоқ. Зато күшті әдем. Мына қымылдап қалды, тісімді құлап қалды ғой. Қимылдап атыр сен, бірдеңе жеп атып күн түсіп қалды ма не болды? Бар жеп отқан ғой жаңа. Болды енді ақшаны көрсете бермей. Сақ қой. Ертең мектепке апарасын, неден столовыйдан тамақ бұларды тамақ сата ма? Тамақ, вкусничкілер сатады. Қойш? Жоқ болды. Давай. Достар, в общем, бүгінгі біздің видеомыз осындай болды. Кішігірім влог. Сіздерге ұнаса лайк, коммент басыңыздар. Және де подписаться етіңіздер. Сіздердің де тістеріңіз түсіп, өйстіп жатса, комментке жазып кетіңіздер. Я мен 2 тісім түскен, 3 тісім түскен, либо 1 тісім түскен деп комментке жазып кетіңіздер. Я, Томи, я? Я. В общем, феяға ризасың ба? Я. 5000 теңге күттің ба, или одан көп күттің ба? Одан көп. Қанша күттің? Қанша күттің сонда? 10.000 теңге ма? Я. Может, Феяда 5-6 теңге бар екен. фея, что-то жағдай нашар екен. 5 теңгені өзі первоклашкаға күшті ақша ғой. 5 теңгеге білесің ба? Столовыйдан 5 күн тамақ жесең. 5 күн тамақ жесең болады столовыйдан. Давай, пока де, подписчиктерге. Не істеу керек подписчиктер? Лайк басып, комментарийға жазып, тіркеліп лайк басыңыздар. Сау болыңыздар, достар. Пока.